Сәлем, бүгін сізге көп қаралым жинайтын видеоны қалай түсіру керек екенін, оның схемасын сізге айта кетемін. Осы сабақтан кейін, сіз көргеннен кейін, сіз өзіңіздің блогыңызда видео түсіріп жатсаңыз, көп қаралым жинайтын видеоны қалай түсіретінін біз білетін боламыз. Біздің сабағымыздың аты Instagram және TikTok арқылы продажаны арттыру. Жалпы не үшін бізге көп қаралым жинайтын видео керек? Өйткені ол бізге жаңа оқырмандар келеді, жаңа оқырмандар сосын бізге клиент болу үшін, жалпы табыс әкелу үшін. Сіздің жаңағы блогыңызда не сатып жатсыз, соны бізге көбейту үшін. Ең алдымен айта кетейін, осы сабақты сіз соңына дейін көрсеңіз, соңында сізге керемет бір сыйлық болады. Кіріспе, сіз бұл видеоны көріп отырсыз, өйткені сіз кәсіпкерсіз, өзіңіздің бір кәсібіңіз бар шығар, немесе сіз бір өзіңіздің салаңыздағы маманы шығарсыз, сосын сол мамандықпен біз жаңағы сізге естіген шығарсыз, SMM ретінде парақшаны біз жүргізсек, біз әдемілеп жаңағы клиентті көбірек әкелуге болады деп. Соны естігенсіз, бірақ видео түсіресіз, сонымен сіздің видеоларыңыз қаралым жинамайды. Соны біз үйрене кетеміз бүгін. Немесе сіз TikTok, жаңағы Instagram видеоға саласыз, трендтерді түсіріп нетесіз, түсінбей жатсыз, не үшін оны салып жатқанымызды салсам қаралым жинамайды. Осы біздің сабағымызда сіздерге мен үйрете кетемін. Сосын көп қаралым жинайтын жаңағы схеманы түсіндіре кетемін. Енді қазіргі кездегі SMM нарығының шындығын сізге айта кетейін. Көптеген адамдар жай ғана контент шығарып тұру жеткілікті деп ойлайды. Жоқ. Біз жай ғана видеоны түсіргеннен оның әрбір видеоның мақсаты болу керек. Сіз не сатып жатырсыз өзіңіздің блогыңызда? Сол жерде біз жеткізу керекпіз. Адам не үшін сізден сатып алу керек? Әрбір видеоның мақсаты болады. Жай ғана бір трендті алып, бір жерден көрдік, сол көп қаралым жинады, соны түсіре салу деген жоқ. Ондай ол өте дұрыс емес нәрсе. Солай істесеңіз, ол үлкен бір қателік болып саналады. Сіз сол арқылы блогыңыз сізге дамымайды. Сіз SMM маманын жалдайсыз, бірақ жұмысының нәтижесі сіздің ойыңыздан шықпайды. Қазіргі кезде көп SMM мамандары бар. Мүмкін сіз жалдап көрдіңіз, сіз оған ақшасын төледіңіз, бір ай өтті, ешқандай бізге нәтиже болған жоқ. SMM маманын қазіргі кезде табуға оңай, бірақ нәтижеге жеткізетін өте қиын нәрсе. Сол үшін бізде өзіңіздің блогыңызды өзіңіз жүргізіп, тәжірибе сол жерден жинасаңыз керемет нәрсе. Қазір біз 21 ғасырда өсіріп жатырмыз. Социальные сети, Instagram, TikTok арқылы біз керемет өзіміз результат жасай аламыз. Өзіңізде жүргізіп сол блогта. Пост үшін пост тәсілі сіз күткендей нәтиже бермейді. Әрине жаңағы айтқандай, біз жай ғана постты алып, бүгін ештеңке салған жоқпын, ой бірдеме салу керек дегенмен, дәл сол да үлкен бір қателік болады. Блогқа сізге ол кедергі болады ары қарай дамытуға. Мен жаңа айтқандай, біз әрбір посттың бізде бір мақсаты болу керек. Біз жеткізу керекпіз. Не үшін постты біз салып отыр? Не үшін видео? Не үшін сіздің видеоңыз көргеннен адам қандай себеппен сатып алады сізден? Сол қызметіңіз болсын, немесе өнім болсын сатып жатырсыз. Енді таныса кетейік. Қысқаша, менің есімім Елдос, мен 6 жылдық тәжірибем бар осы SMM-де. Мен кезінде қандай мықты парақшаларды жүргізгенмін компаниялардың, Қазақ ювелир бар ішінде, сосын Коллерс Қазақстан бар, Максарт бар, неше түрлі саламен осы блогты өзім қазір жүргізіп, солай мен пайдалы ақпараттармен бөлісіп, осылай жариялап отырмын өзімнің парақшамда. Менде қазір 2 блогым бар. Біреуі ол Елдос Сан деген, мүмкін сіз сол жерден келіп отырсыз. Мен көп пайдалы ақпараттармен бөлісемін SMM бойынша, және мобилография бойынша қалай түсіру керек, сосын көп қаралым жинайтын видео үшін не істеу керек екенін түсіндіремін ол жерде. Мен 79 мың қазір оқырманым бар парақшамда. Және Елдос техноблог дегенді жүргізіп жатырмын. Ол жақта мен гаджет туралы неше түрлі айтамын. Мысалға iPhone қайсын сатып аламыз деп, өзім мақсаты болған сондай блог жүргізуге, мен сол жерде бір айдың ішінде 38 мың оқырман жинадым. Қазір ашып қарасаңыз, ол блогта уже 40 мыңнан асып жатыр қаралым саны. Бір айдың ішінде менің результатым осы, өйткені мен жаңағы барлық 6 жылдық тәжірибені осы жақта мен пайдаланып жатырмын. Енді сәтті видеосын, жаңағы құпиясын сізге айта кетейін, жалпы схемасын түсіндіре кетейін. Осы схемадан кейін өзіңіздің блогыңызға да соны істеп, жаңағы көре кетесіз, көп қаралым жинайтын видеоны қалай түсіре кетемін. Ең алдымен бұл схема. Міне, бізде бұл бүкіл басынан басталып, соңына дейін бізде видео. Ең басындағы 3 секунд ең маңызды болып саналады. Бізде, енді біз Инстаграмда осылай елдер отырады ғой, TikTokта. Қараңыз, достар, келесі видеоны көру үшін саусақпен тек қана былай істейсің болды. Біз кинотеатрда отырған жоқпыз. Біз адамдар сіздің видеоңызды көріп отырғанда асықпай қарап отырмайды. Сіз қазіргі кезде өзіңіздің видеоларыңызды қандай түсіріп жатсыз, бір қарап кетіңіз. Басындағы 3 секундтың ішінде назарын аударамыз ба? Біз осы 3 секундтың ішінде
көрермендің назарын аудару керекпіз. Сол үшін бір басында ең мықты тақырыбын біз жеткізу керекпіз адамға. Мысалға, біз тіс дәрігері болып жатсақ, біз видеоның басында бастамаймыз былай: сәлем достар, менің есімім Айдос, мен стоматологпын, 10 жылдық тәжірибем бар деп. Адамдарға пофиг сіз кім екеніңізді. Біз сразу адамның болынан бастау керекпіз. Вот стоматология бойынша қандай бір боль бар? Қарапайым боль. Біз күніне тісімізді неше рет жуу керекпіз, мысалға. Біз білеміз, 2 рет жуамыз, мысалы, таңертең және кешке жақын жатар алдында. Біз видеоның басында бастасақ, былай айтсақ, сіз тісіңізді күніне 2 рет қане жуып жүрсіз ба? Ол үлкен қателік. Вот осы фразамен біз уже назарын аударамыз адамдардың. Осы 3 секундтың ішінде. Сол үшін алғашқы 3 секундтың ішінде біз больді айтамыз. Адвокат болып жатсақ, немесе юрист болып жатсақ, біз айтамыз. Мысалға, жаңағы қазіргі кездегі мәселелер бар ғой, мысалы біз сізде светофорда өтіріп штраф салса сізге, ол штрафты төлемеуге болады деп айтсақ, міне, тағы бір басында назар аударатын 3 секундтың ішіндегі бізде тақырып. Сол тақырыпты басында ашамыз. Сосын таныстыру болады. Кіші пікірін таныстыра кетеміз өзімізбен. Бірақ өмір баянымызды бірақ айтып кетейміз ол жақта. Кіші пікірім айтамыз: мен Айдос, 5 жылдық стоматологияда тәжірибем бар. Болды. Сол жеткілікті. Біз жалпы Айдос стоматолог дегеннің есінде қалу үшін сондай айтамыз. Ары қарай, жалпы не үшін сізді тыңдау керек? Өйткені бізде 5-10 жылдық тәжірибе бар ол жерде. Келесі бізде негізгі бөлім. Осы негізгі бөлімде біз жаңағы тақырыпты ашамыз. Жаңағы стоматолог айту керек бұл жерде. Сіз күніне 2 рет жуып жүрсеңіз, ол жалпы дұрыс, бірақ әрбір тамақтанғаннан кейін жусаңыз, сізге осындай нәтиже болады. Сіздің тісіңіз былай болады, осылай болады деп жалпы бүкіл тақырыпты ол жерде айтып шығамыз. Бүкіл дегенмен енді жаңағы 10 минуттық видео емес, біздің видео 1,5 минутқа дейін бола алады. Reels болсын, TikTok болсын. TikTokта енді үлкен видео жасауға болады, бірақ бұл жерде ең маңызды сол 1,5 минуттың ішінде біз сыйғызу керекпіз бүкіл осы ақпаратты. Соны айтып болғаннан кейін, ең соңында CTA, жалпы call to action. Біз соңында айта кетеміз. Әрекет жасау керек біздің оқырманымыз, көрерменіміз. Ол жерде біз не айтамыз? Менің парақшама тіркел, мен көп пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Немесе менің парақшама тіркел, тіс туралы мәселелерді білгіңіз келсе, жаңағы шешімдерді білгіңіз келсе, маған тіркел. Немесе комментарийға жазып жіберіңіз. Сіз күніне неше рет тісіңізді жуаңыз деп, сонда бізде кішкене осы ақпаратпен бірге бізде call to action мен активность болады жаңағы видеоға. Дәл осы схема бізде көп қаралым жинайтын нәрсе әкеледі. Бұл енді тек бізде көп қаралым жинайтын видеоның бір жаңағы мамандық ретінде біз видеоға сөйлеп жатсақ сондай. Ары қарай да біз дамыту керекпіз. Қандай видео түсіру керек? Бізде ақпараттық контент па, сату контент па, әртүрлі түрлері болады. Ол жағынан енді кішкене SMM бойынша бір тәжірибе болу керек. Осы схемамен видео түсіріп көріңіз. TikTokқа салып көріңіз, Instagramға салып көріңіз, нәтижесін өзіңіз көре кетесіз. Достар, мен кіші пікір айтып кетейін. Мысалы, менде бір Жұлдызай деген шәкіртім болған. Ол бір айдың ішінде 50.000 оқырман жинаған. Басында ода 242.000 оқырман болған. Бір ай өткеннен кейін ода 72.000 оқырман болды. Менен бір курс оқыған. Осы оқығаннан кейін осындай нәтиже болып жатыр. Сізде де осындай нәтижеңіз болғыңыз келсе, осындай нәтиже парақшаңызға неткіңіз келсе, менімен бірге оқуға болады. Жұлдызайдың қазіргі кездегі оқырман жаңағы видеолардың сандары, міне, қаралым саны 500.000-та бар, 700.000-та бар, 1 миллионлықта бар. TikTok пен Instagram өсіп жатыр, дамып жатыр. Жұлдызай қазір ары қарай өзінің өнімін адамдарға жеткізіп, солай ақшасын арттырып, және көп қаралым жинайтындар видеоны түсіріп, көп адамдарды өйстіп өзіне жинап жатыр. Оның блогына өте керемет бір нәтиже болады. Енді мен бірақ мақсатым бар, Қазақстанда мықты сапалы контент шығу үшін. Достар, мықты контент шығарайықшы, қазақ тілінде көп контент болсыншы, Instagram, TikTokта. Менің мақсатым осы, жеткізу елдерге. Қазақ тілінде де біз мықты контент жасай аламыз екенімізді. Осылай жаңағы схемамен даже өйстіп түсіріп мысалға. Ол да бір қарапайым бір білім болады. Енді жиі қойылатын сұрақтар бар бізде. Мен блог жүргізе аламын ба? Көп уақытымды алмайды ма ол блог жүргізу? Маған қиын болмайды ма? Бізде енді ең алдымен қиын болмайды ма? Жасанды интеллект бар. Жасанды интеллект арқылы кез келген видеоны біз түсіре аламыз. Біз жасанды интеллектке жазамыз, ChatGPT деген сияқты бар мысалы. Сол жазамыз: создай мне сценарий для видео. Я хочу рассказать о том, что моя модель кроссовок, орысша айтып отырмын, өйткені бізде ChatGPT орысша қабылдайды. Моя модель кроссовок
почему она классная, о чем я должен был рассказать деген сияқты. Біз сондай нетсек, бізге сценарий жазып береді кәдімгідей. Сначала видео, вы должны сказать вот это деп бізге жазады. Потом вы должны рассказать про вот это. И в конце не забудьте позвать на активность деп. Жасанды интеллект бар бізде. Ешқандай қиындық жоқ бұл жерде. Сосын мен блог жүргізе аламын, әрине сіз өзіңіз блог жүргізе аласыз, бірақ әрекетпен ары қарай берекет. Біз кіші пікірімнен бастап сондай өзіміздің блогымызды жүргізе аламыз. Біз нәтиже болады, нәтижені көре аламыз ары қарай. Бізде инстаграмға видеоны салғаннан кейін сразу нәтижені көреміз ғой, 1-2 күннің ішінде. Көп оны күтіп отырмаймыз мысалға. Сосын көп уақыт алады ма? Енді сапалы видео түсіру үшін басында кішкене уақыт алады сізге жаңағы үйрене кеткен кезде. Үйреніп кеткеннен кейін сіз бір видеоны жарты сағаттың ішінде спокойно түсіріп тастап, сценарийін жазып істей алатын боласыз. Енді қорытынды және ұсыныс, менде сіздерге ұсыныс бар. Жаңа басында айтқандай, бізге бір сыйлық сіздерге 30%-ық сіздерге жеңілдік бере аламын өзімнің курсыма. Мен барлық осы нәрсені үйретемін. Нөлден бастап парақшаны қалай жүргізу, қандай контент салу керек біз көп қаралым болу үшін және адамдарға жеткізу, сіздің өніміңізді немесе қызметіңізді не үшін алатынын үйретемін оның барлығын. Таргетті үйретемін ішінде, дизайнды қалай әдемі жасайтынды, мобилографияны үйретемін. Қалай түсіру керек, біз светті қалай қоямыз, монтажды қалай жасамыз. Нөлден бастап жалпы осындай керемет жаңағы жұлдызай сияқты нәтиже жасайтындай мен сізге курста үйретемін. Сізге осы қызықты болса, 45 күннің ішінде үйрене аласыз. Осы WhatsApp-қа жазып жіберіңіз, немесе осы видеодағы сілтеме бар, соған бассаңыз, дәл осы WhatsApp-қа өтіп, менің менеджеріме жазып жібересіз. Достар, сізге сәттілік тілеймін. Жаңағы схеманы істеп көріңіз өзіңіздің блогыңызда. Менімен бірге оқып, осылай айына 50 000 оқырман өзіңізге жинағыңыз келсе, осы WhatsApp-қа жазып жіберіңіз. Сізге ол жерде менің менеджерім жауап береді. Көп рахмет сізге осы видеоның соңында көргеніңіз үшін.